Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін мен сіздерге өзімнің шефлера гүлімдегі болып жатқан өзгерістермен бөліскім келіп отыр. Алдында мен сіздерге бұл гүл туралы көрсеткен болатынмын. Сатып алғаннан бергі 1,5 айдың ішінде бұның горшогын ауыстырып отырғыздым. Тамыры өте жылдам өседі екен деп айтқан болатынмын. 1,5 айдың ішінде өте жақсы өзгеріс болып, бұл жақсы өскен болатын. Енді одан бері тағы да 2 ай өтті. 2 айдың ішінде тағы да мына отырғызған горшогым кішкентай болып қалды. Тамыр толтырып отырғызыпты. Мен қазір сіздерге көрсетейін. Міне. Көрсеңіздер, барлық горшокты толтырып, мына тамырлары астына жиналып, тамырларын барлығы өте үлкен болып өскен. Енді бұны мен қалай байқадым? Мен осы горшок бұған дәл келді деп ойлап жүрсем, міне қарасаңыздар, бұның белгісі, міне осы кейіннен шыққан жапырақтары, міне жасыл болмай, мынандай жап-жасыл болмай, мынандай сап-сары күйінде, ашық жасыл күйінде қалып қойды. Себебі бұған топырақ жетіспегеннен кейін тамырдан бұдан шыққан жапырақтарына күш жетіспей жатыр. Осы себептіден осылай білуге болады. Және бұл күннен күнге мынандай болып бұралып, былайша айтқанда қорек жетпегеннен кейін күші жетпей жатыр мына гүлдің. Сол себепті осылай болып күннен күнге бұралып жатыр. Ешқандай да өзгеріс болмай, қараңыздар, міне. 2 апта бойы бақыладым, қалай болады, мүмкін жасыл болатын шығар, жаңадан ашқан жапырақ шығар деп. Жоқ, ешқандай өзгеріс болмады. Содан міне тамырын ашып қарасам, тамыры симай жатыр екен. Енді бұны мен қазір үлкенірек горшокқа ауыстырып отырғызғым келіп отыр. Мына сіздерде естеріңізде болса, мен доллар гүлін бөліп отырғызған кезімдегі доллар гүлінің горшогы болатын. Міне қарасаңыздар, үлкендігін қараңыздар. Бұдан қатты үлкен болмайды, тек қана мына биіктігінен ғана үлкен болады. Мүмкін сол да дұрыс шығар, себебі бұл тамырын өте жылдам өсіреді екен. Қазір мен осы горшокқа отырғызғым келіп отыр. Мінекей мен топырақ дайындап алдым. Өзімнің құрамы бойынша мынаның түбіне мен топырақ салдым. Енді өлшеп көремін. Дәл келген сияқты. Осылай отырғыздым, міне. Дәл келді. Енді жан-жағына топырақ салып, қазір отырғызып болып, сіздерге көрсететін боламын. Мінекей достар, мен осылай отырғызып болдым. Өте жақсы отырды. Енді көреміз енді. Бұны мен біраз уақыт енді бақылап көремін. Өзін қалай сезінгенін сіздерге көрсететін боламын. Қазір мен бұған су құймаймын, себебі бұған кеше ғана су құйған болатынмын. Надан шыққан өзінің тамырындағы тұрған топырақ жаңа ылғалды екен. Сол себепті құймаймын. 1 күн өткізіп барып құямын. Және удобрениялармен подкорм жасамай тұрамын. Неге десеңіздер, қазір мен жаңа топырақ салдым. Оның құрамы өте жақсы. Содан өзіне керекті қоректі алатын болады. Назарларыңызға рахмет. Видеоны аса лайк басыңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарияға өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Және қандай видео түсіргенімді қалайсыздар, қандай гүл туралы айтқанымды қалайсыздар, комментарияға қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.